қазір жанымда жаңа қатысушы Дәулетбике. Солай ғой? Есіміңіз ерекше екен. Рахмет. Қош келдіңіз дегіміз келеді. Қош көрдік. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет, барлығы шүкір аман есен. Күтпеген ұсыныс болды негізі. Мүлдем күтпедім. Бірақ енді бұл таныстық алаңы ғой. Бақ шабама, бап шабама дегендей, үміткерлік жолдан енді менің жолым болмады. Бәлкім енді қатысушы болып отырып, өзімнің екінші жартымды кездестіріп қалармын. Сіз үміткер болып келген кезде таңдауыңызды өзіңіз жасадыңыз. Ал енді қатысушылар қатарына орынға жайғастыңыз. Талаптарыңызды осы жерде бір қайталап айтып өтсеңіз, қандай жігіттер ұнайды? Жалпы менің де талаптарым бар өзі. Жасым негізі менің 22-де, 23-ке келем биыл. Жамбыл облысы Меркі ауданынан боламын. Жігітке қояр талаптарым 23 пен 35 жас аралығы. Неге себебі үлкендер? Енді 20 жастағы жігіт 30-дағы ер адаммен пара-пар болуы мүмкін. Ал 30-дағы ер адам 20 жасар жігіт сияқты өзін ұстауы мүмкін. Сондықтан да еркектік мысы, басым, мені қадірлеп, құрметтей алатын, мені қорғай алатын жақсы жігіттер болса, маған келе берсе болады. Ал енді жігіттің табысы немесе тағы да бір қосымша талаптар бар ма? Жалпы табысына байланысты айта кетейінші, әрине табысын менен жоғары тапсын. Неге себебі мен жігіттің жаңағы алдыға қойған потенциалын мен мұқалтқым келмейді да, сондықтан да менен жақсырақ тапса жақсы болар еді. Құпия болмаса енді ол қандай суммадан жоғары болу керек? Ең болмаса соны біліп алу керек секілді? Жеке кәсіппен айналысса жақсы болар еді. Тұрақты жұмысы болса да считается. Жалпы 2 миллионнан жоғары деп айтайыншы. Талапты естіген боларсыздар, көрермен. 2 миллионнан жоғары табысы бар мысты, батыл азаматтар болса, үміткер ретінде күтуге дайын, таныстыққа ашық. Сондықтан келіңіздер, бақсынап көріңіздер дегіміз келеді. Ал енді қатысушылар қатарына жайғасқан кезде қалай қарсы алып алды? Жалпы қатысушылар жақсы қарсы алды. Неге себебі қатысушы боласыз ба деп ұсыныс жасаған кезде Балауса ханым қатысушылардың бірден қолдағанын көрдім де, маған ол қуаныш сыйлады. Сондықтан да өте жақсы қарсы алды. Жаңа осы жерде сіз үміткер болып отырғанда жігіттер қауымының арасында айтып қалғаны бар еді. Егер бұл қыз бізге қатысушы болып келсе, мен қуанар едім. Себебі біраз адамның аузына қақпақ бола алатындай батыл қыз екен деді. Бұл батылдық қайдан келді бойыңызға? Жалпы енді мен кішкентай кезімнен ата-анам бетімнен қақпаған, түрлі жаңағы орталарға араласуға бейімдеген, түрлі кружоктарға қатысқам. Өзім алдыңғы үміткер болып келген кезде айта кеткенімдей, қолөнерге де, әнге де, биге де, жарыстарға да ата-анам соңғы тиындарын беріп тұрып, қатыса бер деп мені жіберетін. Сондықтан да ал енді үміткерлер экранда көрсеткен номерге хабарласамыз, жазамыз. Бізде уақыт болып қалды. Келесі жарнамада қайта жүздесеміз. Жан досыңыз отырды деп айтсам болады. Бекзат, не болып кетті? Енді негізі бұндай нәрсе болады деп ойлаған жоқпын. Мен ойлағам, енді жаңағы Бикешпен тоқтатқаннан кейін мүмкін Назеркемен тағы да бастап көрейін деген сияқты бір мүмкіншілік сұрайма деген сияқты ой болған. Алайда басқаша нәрсе болып кетті. Енді білмеймін, енді алдағы уақытқа жүгірмей қояқ. Бәлкім алдағы уақытта сол нәрсенің барлығын өзі ойланып, толғанып деген сияқты сосын бір шешімге келетін шығар. Бәлкім өз-өзіне уақыт бергісі келіп жатқан шығар. Расымен де Назеркемен сезімім бар ма, жоқ па деген сияқты. Сол үшін де күтпеген жағдай болды, әрине. Қыз тараптан шешім бар деп ойлайсыз ба? Сезім. Сезім бар деп ойлаймын, байқадым. Назеркеден сезім байқадым. Бекзат жақтан да бар деп ойлаймын. Бірақ та қазірше сол барынша Назеркені сындыру мақсатында, барынша Назеркенің жаңағындай қызғандыру, қатты, одан да қатты бағалау үшін шамал осындай пауза алып жатқан сияқты көрініп жатыр маған. Бірақ та алдағы уақытта енді тағы да үміткерлер жәбір көріп қалмаса екен деген ой. Өзіңіз айтып қалдыңыз, үміткерлер жәбір көріп қалмаса екен деп. Ол қаншалықты дұрыс болады, мысалы? Үміткерге деген сыйластық қайда? Әрине, бұл жерде дұрыс емес. Ер азамат тарапынан қыздарды олай өзінің махаббатына жету мақсатында басқа қыздарды пайдаланғанды деген сияқты. Сондықтан да одан да гөрі үлкен ақыл тоқтатқан ер азамат ретінде басқаша бір жолдарын іздестіріп көрген дұрыс па еді деген ой келіп тұрды.
өзіңіздің басыңыз бос, иә, үміткеріңіз жоқ, үміткерім жоқ. мүмкін дәл қазір сіздің болашақ жарыңыз ютуб арнамыздан сізді қарап отыр, талабыңызды бәрін айтып кетіңіз. Құрметті ер азаматтар қауымы, егер сіз қарапайым мен сияқты өзіне сенімді қызбен танысқыңыз келсе, қосылайық жобасына үміткер болып келіңіз. Мені таңдап, менің талаптарым ақыл тоқтатқан, өзіне сенімді, басалқалы, сондай ер азамат болса, өмірде өзіне деген бір жетістіктеріне жеткен сондай ер азамат болса, мен сізді күтем. Келіңіз. Жас айырмашылығы өзгерген жоқ, иә? Иә, жас айырмашылығы сол 25 жас пен 40 жас аралығында ұлты маңызды емес, ажырасқан да маңызды емес. Мүмкін бір талапты өзгертесіз, кейде бір талап өзгертіп жатса, қыз өз-өзін өзгертіп жатса, шашын бояп жатса, бір күшті бір хикая басталушы еді бір. Енді мен қазір бұл кішкентай жаста қыз емеспін, 35 жасқа толамын, бұйыртса жақында осы жазда. Сондықтан да бұл талаптарды ойланып, толғанып, өзімнің алдыңға болған опытқа қарай шығарылған шешім. Сондықтан да осы талабымда нақты қаламын. Және де бір асып бара жатқан талап қойдым деп ойламаймын. Кейде білесіз ғой, енді ер азаматтар келген кезде ол кісілер камерадан сескенеді, ашыла алмайды. Сол кезде бір болмай ма өзіңіздің осы жерде талабым бір өзгерте салуым керек еді деп бір. Жалпы негізі менімен танысуға батылдығы жететін ер азамат болса, менен қорқудың керегі жоқ, қарапайым қызбыз, кәдімгі қарапайым ел қатар жүрген адамдардың бірімін ғой. Иә, барын қалай бар солай айтатыным болмаса, былай да адам жейтіндей ондай нәрсем жоқ. Сондықтан да расымен де мен сізге қызық болсам, келіңіздер танысуға, ары қарай өзім жаңағындай сізге көмектесем деген сияқты ешқандай қорқудың, ұялудың қажеті жоқ. Кәдімгі сіздер сияқты қарапайым адамдармыз ғой енді ел қатары. Және енді папаңызды құттықтадыңыз ба бүгін? Әкешім, мен сізді бүгінгі отан қорғау күнімен құттықтаймын. Өйткені сіз соған заслуживаете. Мен әкем әскерде қызмет жасаған Ресейде, бірақ сол Қазақстанның азаматы деген сияқты. Сондықтан да әкешім, Асқар Тауы, мен сізді жақсы көрем. Осы бүгінгі мейрамыңызбен құттықтаймын. Рахмет Шолпан, құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Қал жағдайыңыз қалай? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қазақ еліне қызмет едім. Диас Батыр дегенге бірден деп даусыңызды ерекше қылдырып. Қалайсыз Батағыз ханым? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Мереке қалай өтіп жатыр? Сіз сұрағалы жақсы болып қалды. Не айтайын? Қалайсыздар ютуб көріңіздер ме? Сол, давайте сұрақтар қысақ қояйық. Толқып тұрған сияқтысыз. Вообще, смело. Жақсы. Ал енді таныстық тоқтайды деп айтты. Бұл жерде үміткерді мазақ етіп тұрғаның ба деген ренішті де естідік, иә? Енді дұрысы қате екі жақтан да бар екенін көріп тұрмыз. Сіздің ойыңыз қандай болып тұр? Мен миым ашып кетті шыны керек ше. Оқтыр, миым ашып кетті. Білмеймін, мен Бекзат не арбандта сындырған жоқ, не өгізді өлтірген жоқ. Өзі бірақ жаяу қақып қалды да. Сондай қақып қалды енді. Сол үшін де мынандай әңгіме ғой. Бекзат шынымен бір ойнаған сияқты болып көрінді. Өйткені кеше шешім қабылдап қойдым, бірақ бүгін соны сразу айта салмай, біздің біздің ойымызды білгісі келді өз туралы енді. Біз не ойлаймыз, біз мынаяқта не көрдік, соны ойлаймыз. Ал Бекзат дұрыс нәрсе, біз дұрыс нәрсе айтамыз деген сияқты. Оның не күтіп отқанын білмеймін, беймәлім бізге ше. Сондықтан да енді қатысушылардың не ойлағанын көргім келді дейтін нәрсе ол білмеймін, біртүрлі. Ал енді Дәулетбекенің қатысушы болғаны мені қуантып отыр. Өйткені мынау не то, что кім Назым Бекзаттың мысық болып қалып, мынаяқта неше түрлі адамдардың сөзің аузында деп, даже Шерханның өзі үндемей қалды ғой. Сөйтіп енді аузын жауып отқанына қарағанда. Бұл жерде біраз адамның аузына қақпақ болар еді, егер қатысушы болып жанымызға қосылса дейсіз. Қақпақ болады дегенде енді өзінің ойын ашық жеткізе салатын қыз ғой. Сондықтан да білмеймін, жақсы қатысушы болып енді қабылдаса. Жақсы қатысушы болатын сияқты. Жақсы, түсінікті. Ал енді бұл нәрсеге Бекзаттың таңданысын байқадыңыз. Иә. Енді қалай болады екен деген, концерттің көкесі алдама деген қорқыныш пайда болған сияқты көкейінде. Жанып кеткен театрдың жанбайған әртісі сияқты. Бірақ да көзім түсіп отыр. Кеше сыйлық беріңіз, бірақ үйге апардым, короче. Үйге апарсам, мамадан андай тұр. Бұл енді нормально тұрады екен бағасы. Прям
сапалы екен көрініп тұр. Мамам қуанып қалды, мен мынандай қолданамын ғой дейді. Сөйтіп айттым, бізде мынандай да бар дедім. Нанды берсе вообще күшті болып қалды. Енді бүгін жеңші деген сияқты мен сыйлық алдым әрине, бірақ ол одан бір нанды алып кетсе енді. Жақсы, ала қойыңыз. Иә? Сізге бір жетінші май Ой, рахмет көп. Енді тазаны қолданып всегда ылғи жүреміз. Өте рахмет. Бизнес керек болса Бекзат. Бірақ сіз таза өнімінің бұндай фанат екенін білмеппіз. Мен емес, мамам фанат просто. Мамам жақсы көрген соң, ол ақсамышты мен де түсінікті. жақсы көтем деген сияқты ғой. Жақсы. Енді анаңыз қуанып қалады деген Рахмет үміттеміз. көп. Ал жақсы. Енді өзіңізде бәрі дұрыс па? Келе салттан но бар деп еді. Аяқтағы мен бәрі жекпет оқырсын. Бір менің бір минусымды көре алмай жүр ма деп қоямын да. Менде минус жоқ, достар, мен бәрі чеки-пуки ғой. Сондықтан да мен сөздемей ақ қойыңдар дегім келеді да. Ал минус болып жатса, ол мен емес та қой. Бұл жерде енді аңдамай сөйлеген деген әңгімеге келіп кетпеді ма артық? Ой, қобыланды мен қорлық көрім деймін. Қайтадан айтамын, қобыланды көріп отырсам, маған саперің жоқ, тағы да айтамын. Маған саперің жоқ, менде минус жоқ. Болды. Сіз Қобылан ағадан көп қорлық көріп қалған сияқтысыз. Бір апта ауырдуға аяғым. Жек көріп кеттім, Қобыланды енді қосылаққа кірмей қойса екен. Ай, оныңыз орындалмайды ау енді, өкінішке орай бұл орындалмайтын арман. Петиция жазайын ба? Жақсы. Енді бәрі дұрыс. Үміткер бәрін түсінді. Сіздің айтқаныңызды түсіне алды. Түсіндіресің ғой, түсінбесе де. Енді түсінгендей болды, түсіндірем. Өйткені бір алпауыт нәрсе емес. Балауса ханым өзімен мақтап отқаннан кейін қалай мен қатысса жамандайды деген сияқты әңгіме ғой енді. Сол. Не деген тапқырлық. Сіз тапқанға қолқа жоқ дейді, енді. Сол қолқам жоқ болып тұрған. Иә. Жақсы. Ендеше бір митиме қыпты. Жақсы. Үміткерге деген сіздің де бір басында назыңыз болған сияқты еді. Түсіністік пайда болды ғой. Иә, енді үміткерде де енді минустар бар. Маған қарағанда да. Сіз өзіңізге шаң жуытпайтыныңызды білеміз, бірақ шынында да бір сіздің көңіліңізге жақпай жүрген дүние бар ма? Ашып айтсаңыз болады. Қалай айтсам болады? Ондай дүние жоқ, бірақ кеше мен бір видео салдым. Соған маған сұрақ қойды. Ой, айта алмай қалатын болдым ба? Мен оған музам бола алмайсың дедім ғой. Неге деп соларға ренжіп қалған ғой. Сол қалған Инстаграм аккаунтын айтып беремін. Жақсы. Өтіңіздер. Келесі жарнамада жүздесеміз көрермен. Көрермен, және дәл қазір жанымда Әмір, хал жағдайыңыз қалай? Жақсы, Ботагөз ханым, сіз қалайсыз? Жақсы, мерекелеріңіз тағы да құтты болсын деуден шаршамаймыз. Алған мадақтама қағаздарыңыз дейміз бе? Нап жатыр ма? Енді қалжың ғой, просто андай сравнительно қалай болып кетті дегенім ғой. Бұл жерде астарлы әзіл жатқан жоқ па? Астарлы әзіл жатқан соң сол үшін деп қалдым да, андай біртүрлі болып қалдым да. Тиіп кетпеді ме? Тиген соң айттық қой. Нормально, атак андай ренжіп не істеткен жоқ, просто не үшін деген сұрақ болды да. Неге именно осылай деп ше? Әзілге әзілмен жауап бердім дейсіз ғой. Иә, күліп қоя салдым. Ал енді бізде қазір ортада отырған жандарға Аянның сөзі қаншалықты орынды айтылды? Негізі мына жақта так, Аян негізі былай айтып жатыр ғой. Қыз өзі инициатива өз қолына алып жатыр деп жатыр да. Сен сол жерден уже оплошность жіберіп жатсың дейді да. Бірақ Диаста ондай бір Диас ол нәрсені ол басқалай түсініп жатыр да. Ол мен оған айттым анау деп жатыр да. Бірақ та Аянның жеткізгісі келіп жатқан ойын ол әлі түсінбей жатыр. Сондай мәселе жатыр да. Бұл жерде просто қыз инициативаны өз қолына алып жатыр да, получается. Кездесуге, давай кездесейікші деп уже Диастан сұрап жатыр да кездесуде. Диас өзі по полкам бәрін қойып беріп, потом не істесе, понятно болатын еді. Но бұл жерде сіздің тарапынан бір реніш немесе наздану байқадыңыз ба? Наздану дегенде енді андай ғой. По-любому, мысалы, любой қыз, мысалы, ер жігіт таңдап келіп отыр ғой, бұл жерде. Адам жасап келіп отыр. Былай айтқанда, по-любому андай хочется же, мысалы, жанында достойный мужчина болған ше. Енді біздің жігіттерге не болып жүр соңғы кезде деген сұрақ туындайды. Себебі қыздар батылдық танытып келіп жатыр. Менде мысалы Ботагөз ханым, мен соңғы өзіңіз сұратпай түсініп отыр екен. Мен өзім түсініп отырмын. Мен мысалы өзім базар жоқ соңғы таныстығым кездесу өтті. Иә, оны түсінемін, себебі белгілі бір біз білмейтін тағы бір нәрсе бар ма? Айтпаймын десеге. Жоқ. Ондайға не емес, просто мен өзім реально басымда көңіліңіз тартпады ғой, солай ма? Көңіл тартпағанда емес, Ботагөз ханым. Көңіл мен мына жақта өзімнің жеке мәселелерім тұрған кезде
біреумен былай жүріп не істей ала алмадым да. Жақсы. А до Ойыңызды этого, естідік. иә, ал до этого менде кездесулер барлығы болды. Иә. Бірде бір андай үміткеріммен мен сыйластық танытпай жүрген жоқпын мысалы. Бәрімен нормально сөйлесіп жүрдім. Но соңғы сол уақытта мен өз мәселелеріме байланысты, жеке мәселелеріме байланысты күтпедім да ол нәрсені ше. Жақсы. Енді алда үміткер күтуге дайынсыз ба? Жоқ, дайын емеспін, себебі мен алдында да айттым, что мен қазір отаға дайындалып жатырмын, операция. Қазір ойымның барлығы операция, себебі уже келесі апта менде уже госпитализация, уже операция болады. Мен соған дайындалып жатырмын қазір. Жақсы. Көрермен, тағы бір естеріңізге сала кетейін. Таза өнімдері туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Мен барлығын дерлік қарап шығамын және ішінен үздігін таңдап алып, таза өнімін өздеріңізге сыйға тартатын боламыз. Қай қала, мейлі алыс болсын, қолыңызға табысталатын болады. Сондықтан таза өнімін қолданатын болсаңыз, ойыңызды білдіре кетіңіз дегім келеді. Ал енді Диас пен үміткеріне қайта бір оралайық. Бұл жерде Диастың қалай айтса болады, ұнату деген нәрсе байқалды және ризашылығы Диастың байқалды. Ал соңғы кездері бәсеңдеген әрекеттер неге келіп тіреліп тұр деп ойлайсыз? Өзінің басында жеке мәселелері бар шығар, мазалап жүрген. Сонда жігіттер қауымында басында жеке мәселе болса болды, қызбен деген сөйлесу, байланыс деген бірден төмендейді, солай ма? Ботагөз ханым, менің ойымша, любой еркектің басына мәселе болса, ол нәрсені бірінші шешкісі келеді. Содан кейін уже басқа мәселелер тындырған дұрыс деп ойлаймын да. Бәрін қабаттастырып алып алсаң, сен ертең по-любому бір жерден қадаласың да. Бірақ оның басын ашып айтып қою деген дүниелер ше. Кейбір нәрселерді айтуға болады, кейбір нәрселерді айтуға болмайды. Жақсы. Ал енді алда бұл таныстық жақсылыққа алып барсын дегіміз келеді, себебі ерекше жұптықты көреміз деген қатысушылардың ізгі тілегі болатын. Біз де осы нәрсеге қосыламыз. Келесі жарнамада қайта жүздесеміз, көрермен.